Адамдар қаншалықты кедей тұратындығын көрсету үшін бір бай жігіт кішкентай баласын ертіп ауылға барды. Ауылда олар өте кедей малшының үйінде бір күн және бір түн тұрып қайтып келді. Келгеннен кейін баласына ауылға саяхат ұнады ма балам деп сұрады. Баласы: әкешім, өте керемет деді. Бұл сапарыңда не көріп қайттың деді. Сонда баласы: біздің үйімізде бір ғана ит бар деді. Оларда бақандай 4 бірдей төбет бар екен деді. Біздің бақшамызда бассейн бар деді. Оларда арғы жағы көрінбейтін теңіздің жағалауы бар екен деді. Біз бақшамызға лампышкалармен жарық береміз деді. Оларға жұлдыздар жарық беріп тұрады екен деді. Бұндай жауапты естіген әкесі сөйлей алмай қалды. Яғни сөйлеу қабілетін жоғалтып алды. Соңында баласы тағы былай деп қосып қойды: әкешім, адамдар қаншалықты бай бола алатындығын көрсеткеніңіз үшін көп рахмет деді. Өмірге кішкентай баланың көзқарасымен қарасақ, бәрі орнына келетін сияқты ғой.